Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз Pinduoduo сайтынан қалай 2, 3 немесе 4, 5 товарды қалай бірге заказ беру керектігін үйренетін боламыз. Егер де сіздер көп заттар заказ беретін болсаңыздар, осы видеоны толықтай көріңіздер, өйткені ақшаңызды да үнемдейсіз. Ең алдымен Pinduoduo сайтына кіреміз және де ұнатқан товарымыздың үстінен басып кіреміз да, осы жерден басқа адамдардың жазған отзывтарын көретін боламыз. Осының үстін басып отзывтарды көреміз. Осы жерден скриншоттап переводқа салып аудармасын көрсеңіздер болады. Одан кейін магазиннің рейтингін қараймыз. Бұнда 5 жұлдыз, яғни ала беруге болады. Және осы жерден жүрекшені басамыз. Жүрекшені басқаннан кейін осылай қызыл болып тұрады. Біз бірінші затымыз таңдап алдық. Енді екінші затымызды таңдаймыз. Өзіңіз алатын товарды осылай үстінен басып кіресіз. Енді тура жаңағыдай бірінші отзывтарын көреміз, оны переводчикқа салып, аударып аламыз. Одан кейін магазиннің рейтингін көреміз және астында тұрған жүрекшені басамыз. Сіздерге түсінікті болу мақсатында әртүрлі товарларды көріп көрсетіп жатырмын. Міндетті түрде ұмытпаймыз, отзывтарын көреміз және де магазин рейтингі міндетті түрде 4 жұлдыздан жоғары болу керек. Және астында қызыл жүрекшені басамыз. Және тағы бір товар таңдайын. Мына көйлектің үстінен басып кіреміз да, жаңағыдай отзывтарын және магазин рейтингін көріп, астындағы жүрекшені басамыз. Сіздер заказ бергенде қателесіп кетпеу үшін осы видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Енді біз жаңа жүрекше басқан товарларды менің деген батырмаға кіреміз. Осы жерден жүрекшенің үстін басамыз. Кіргеннен кейін жаңағы үстін жүрекше басып сақтаған товарларыңыз осы жерден шығады. Енді осы жерден біз заказ беретін боламыз. Осы жерден бірінші тұрған көйлектегі мына жазуды басып кіремін. Сол кезде сіз размерін және түсін таңдайтын боласыз. Мына осы жерден өзіңізге керекті түсін таңдайсыз. Мысалы қара түсін алсам, одан кейін астынан размерлерін таңдайсыз. Киімдердің размерін таңдау менің алдыңғы видеоларымда бар, сол жақтан қарасаңыз болады. Размер мен түсін таңдадым, енді астындағы қызыл батырманы басамыз. Осы кезде мына жерден қызыл птичка шығатын болады. Енді келесі бізде тойбастарлар, жаңағыдай осы жазудың үстінен басып кіреміз. Осы жерден түсін таңдаймыз, кез келген түсті таңдаймыз, өзіңізге ұнаған және астынан мына жерде неше штук екен жазылып тұр. Түсінбесеңіздер скриншоттап переводчикқа салсаңыздар болады. Келесі бізде осы көйлектің үстіне кіру үшін осы жазуды басамыз. Осы жерден қалаған түсіңізді таңдайсыз және қалаған размеріңізді таңдап астындағы қызыл батырманы басамыз. Міне таңдалды. Және келесі затты да осылай таңдап алатын боласыз. Қызыл батырманы басамыз. Осы жерден таңдап аламыз да. Енді сіз осы заттардан 2 штуктан және басқа түрлерінен алғыңыз келсе, осы астындағы батырманы басамыз. Сол кезде осылай шығады. Мысалы, келесі қара түсін және басқа размерін таңдаймын. Мына осы кезде 2 штук келеді, яғни біреуі көк, біреуі қара. Енді келесі мына жерден батырманы бастық. Осы жерден басқа түсін таңдайсыз және неше штук керек екенін таңдайтын боламыз. Мына осылайша 2 штугынан да берсеңіз болады. Таңдап болғаннан кейін міндетті түрде бір тексеріп шығамыз. Яғни бізге керекті түстер, бізге керекті размер таңдалып тұрма, соны көріп шығатын боламыз. Енді астында қызыл батырмаға өтеміз. Осы жерде сіздерде 139 экспресс шығуы мүмкін, соны жаңа постқа ауыстыратын боламыз. Осы жерден жаңа пост таңдап, астындағы растауды басамыз. Осы жерден байқасаңыздар 5 юан және 0,41 юан, астына түссеңіз тағы 0,83 юан және 3 юан бізде минус болып тұр. Яғни сіз ақшаңызды сәлде болса үнемдейсіз. Енді төлейтін кезде астындағы мына қызыл жүрекшеде тұру керек. Ол виза дегенді білдіреді, яғни Каспий Голдпен тіркеу. Көбісі осы жерде мына жасылды белгілеп қояды. Ол жасыл дегеніміз WeChat арқылы төлеу.
Енді біз төлеу үшін астындағы қызыл батырмаға өтеміз. Осы жерде соглашениені береміз, қызылды басамыз. Және осы жерден қызыл батырманы басып төлейтін боламыз. Сіздер төлегеннен кейін екінші батырмаға барып тұрады. Менде бірінші батырмада тұр, өйткені мен төлеген жоқпын. Егер де көп заттар заказ беретін болсаңыздар, осылай берсеңіздер болады, өйткені уақытыңызды да үнемдейсіз және ақшаны да үнемдейсіз. Егер де осы видео пайдалы болған болса, лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.